ол Мереке деген брендші косметика. Вот сол туралы айтпайын. Ол негізінен Мереке деген солның құрушысы, сол әйелдің есімі Мереке деген. Оның өмірі енді айтайын, ол да балалық шақ болмаған, почти балалық шақ болмаған. 7 жасынан бастап әкесі қатты төсек тамып қалған ғой, соны күтумен 7 жасынан бастап соны күтеді. Ауырып жатқан адамға қарау оңай емес. Кім ауырып жатқан адам қарап көрді осы жерде? Кім ауырып жатқан адам көрді, сол адамдар ғана түсінеді. Сырт көзге оңай болып көрінуі мүмкін, бірақ на самом деле өте ауыр, өзің жынды болып кетесің. Енді қараңыздар, 7 жаста ол бар болған. Ол бір өзі сол тамағын дайындап, ана ауырған адамды күтіп, ол ауырған адамдар білесіздер, мазасыз болады деген сияқты. И ол кезде анасы не істеді десеңіздер, анасы сол отбасын қамтамасыз ету үшін күні-түні жұмыста жүрген. Анасын өте сирек көрген. Яғни бұл бірыңғай әкесін бағумен, әкесін күтумен ауырып жатқан адамды өмір кешеді. Анасы отбасын қамтамасыз етемін деп сөйтеді да, ол есейген кезінде, бойжеткен кезінде тұрмысқа шығады. Енді тұрмысқа шығып, күйеуінің де бір жағын алып жүрейін деп даяшы болып, яғни официант болып жұмысқа тұрады. Сөйтіп жұмысқа тұрып, ол жұмыс жасап жүреді. Жұмыс жасап жүріп 7 жылдан кейін оның күйеуі 3 баласымен дымнан дымсыз тастап кетеді. Енді қараңыздар, мен бағана айтқан дүние, махаббат деген дүние осы жерде ойнайды. Ол өмірге берілгісі келмейді. Ол балаларын қатты жақсы көрген сонша, ол мен қалай да балаларымды бақытты етем, мен қалай да бақытты болам, мен қалай да успешный болам, молдықта өмір сүргім келеді деген осындай махаббаты балаларына деген оны алып шығады ғой. Кезге көп әйел осы жерден сынады негізше. Дымнан дымсыз 3 баласымен күйеуі қалдырып кетсе. Үйтеді да, ол 3 баланы сүйреп жүріп, ол жұмысқа тұрады, жұмыс іздейді. Енді ол кезде енді әйелдің, ер адамның орындары енді қатты ерекшеленген. Сөйтіп ол бір жерге, қай жерге еді? Бір жерге әйтеуір жағдай, продавец, консультант, кеңесші, сатушы болып жұмысқа тұрады. Сөйтіп сол жақта ол өте жақсы деңгейде көтеріле бастайды. Бұнымен сынақ бітпейді. Ол біраз жылдан кейін жұмыс жасап, енді бүйтіп нормально болып келе жатырмын ба, енді балаларын асырап деген кезінде дәрігерлер ода астриттің ең күрделі түрін не қылады, байқайды. Сөйтеді да, бірден операция жасату керек, өте сложный, саған кепіл жоқ өміріңе деген сияқты диагноз қояды. Мереке өзі түсінеді бұның барлығы жағдай стресстен, эмоционалдық тұрғыдан екендігін. Сөйтеді да, ол өзінің мышлениясымен жұмыс жасай бастайды, өмірге басқа кейіппен қарай бастайды. Яғни полностью мына жердегі программасын, өмірге деген қарым-қатынасын позитивті тұрғыда ауыстыру бойынша жұмыс жасай бастайды. Сөйтіп ауруын сол жұмыс жасау арқылы жеңе бастайды. Сіздер егер мен бұндай көп кітап оқығанмын, яғни мына мышленияны өзгерту арқылы көп ауру жеңген. Тіпті аты жаман ауруды да көп адам осы жердегі программаны жақсы жаққа, позитив жаққа бұру арқылы көбісі жеңіп кеткен да. Вот айтып тұрмын, мынау өте біздің Алла тағала берген